Саламатсыздар ма, құрметті оқырмандар? Мен сіздерге бүгін бір қызық видео көрсеткім келіп отыр. Айнаев Ернұр мырза күнде салып атқан постты сіздер көріп жатсыздар. Жас балалардың дұрыс емес тамақтануының салдарынан олардағы ағзасындағы бүкіл зат алмасу процестері бұзылып жатыр. Соның салдарынан олардың бауырлары, бүйректері, гормоналдық фондардың бәрі нарушение болып жатыр. Қазір мен сіздерге бір 10 жасар баланың бүйрегін көрсетемін. Ол балада бауырын май басқан, бүйрегінде үлкен тастар пайда болған. Сол тасы жылжып кетіп, зәр шығатын жолын жауып қалып, сол бүйрегін зақымдап жатыр. 10 жасар бала. 10 жасар баланың бүйрегі, сол жақ бүйрегі гидронефроз болып тұр. Мына жаққа моча керіп жатыр, бүйректі ұлғайтып жатыр ішінен. Потому что мына жерде мына тас тұр, мына жерде 1 сантиметрдей тас тұр, мына жолын бөгеп. Осы тас арқылы мочасы шыға алмай жатыр. Бұл балаға операция керек шұғыл түрде. Әйтпесе почкасы зақымданады.